Сәлем баршаңызға. Бүгін біз осындай өте дәмді, тойымды, көп құрамды қажет етпейтін ыстық тағам жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен суымызға тұзымызды салып, жақсылап қамырымызды илеп 10 минутқа тындырып қоямыз. Етімізді, сәбізімізді, тәтті бұрышымызды, сарымсағымызды барлығын турап дайындап аламыз. Барлығын турап дайындап алғаннан кейін қазанымызға аздап сұйық майымызды құйып, барлығын араластыра отырып орналастырамыз. Отымыздың астын баяу ақырынға қойып 30 минут бұқтырып пісіреміз. Ұнымызды екіге бөліп, жұп-жұқа қып, жайманың ұнын жайғандай қып, жұқа қып жаямыз. Жұп-жұқа қып жайып алып ұнымызды, сұйық майымызды аздап жағып, арасына салмасына өз қалауларыңыз бойынша сарымсақ салып, орап, орама сияқты 10 минут будап пісіріп аламыз. Мен мантаваркаға пісіріп алдым 10 минут. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша бұқтырма тағамның үстіне де қойып пісіріп алуға да болады. 30 минут етіміз бұқтырылып, пісіп қалған кезде картоплын салып, тағы да 15 минут пісіріп аламыз. Осымен өте дәмді ыстық тағамымыз дайын болды. Осы рецепт бойынша сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Әлі көптеген рецепттер болады. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.